Assalamualaikum kanalımыздың көрушілері, Нүкіс қаласында жайласқан Хабал автосалонына және келдік. Бұл жерде машиналарға шегірмелер һәмде рассрочка ашылған екен. Азыр Рамилмен біргелікте толық мағлұмат береміз. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Қалай амансыздар ма? Хармаңлар. Ораз айтлармен. Так, қандай болып жатыпты? Бағалар қандай болып жатыпты? Скидкілер қандай болып жатыпты? Рассрочка қандай болып жатыпты? Шегірмелері пикапларымыз бар. Пикап 360 миллион, бұларға 25 миллиондай шегірмеміз бар. Негізгі бағасы қанша? Негізгі бағасы 360 миллион. 360 миллион, 25 миллион шегірмесі бар. 25 миллион шегірмесі бар. Кейінгі машинамыз, бұлар Дарго айтылады, Хавал Дарго. Бұлар екі позицияға бөлінеді. Екінші позициясы алдымыздағы, бұлар 430 миллион. Бұларға 20 миллион шегірмесі бар. 20 миллион шегірмесі бар. Бұлардың бір ұлымаластырып бір характеристикасын айтып берейік та. Мотор қандай? Даргоның моторы 2 турбо болады, пикапымыз 2-4 атмосферный болады. Екеуі полноприводный, охотаға, балыққа, яма қатып кететін машиналар. Даргомызда бас панорама болады, салон кожаный болады, самбуфер, полный привод, дисклер 18-лік, заводской порогында болады, 360 камера. Пикапларымыз, оларда да салон кожаный, бірақ машинамыз механика болады, олар автомат. Пикапларымыздан полноприводный, арты 1 тоннаға дейін көтеріледі, грузоподъемность, арты рессор болады. Рессорын дополнительный рессор бас күшейтсең болады. 1,5-2 тоннаға дейін көтереді машинамыз арқайын. Так, Даргоның бағасы? Даргоның бағасы бірінші позициясы 400 миллион, екінші позициясы 430 миллион. Екі позициясына да шегірмесі бар, 20 миллиондай. 20 миллиондай шегірмесі бар. Реңлерінде қандай? Реңлері ақ цветі бар, қара цветі бар, металлигі бар, оранжевый бар. Келсеңіз, толық мағлұмат беріп, цветтерінен көрсетеміз. Так, енді кейінгі машинамыз Хавал Джулион. Бұл бірінші позициясы 3 позицияға бөлінеді. Бірінші позициясы 280 миллион, екіншісі 310, үшіншісі 330 миллион. Бұларға да шегірмесі бар, 10 миллион. Рассрочкаларымыз ашылды. Бәрі позициясына бар рассрочка, бәрі цветінен алдырып береміз машинаны. Рассрочканың шартлары қандай? Рассрочкасы 30% төлесеңіз 1 жылға шығады. 50% төлегенде 18 айға, 60% төлегенде 24 айға, 70% төлегенде 36 айға. Ар жағына, мысалға 50% төлей аламан, бірақ 5 жылға алғым кетіп тұр десе, льготный кредитлеріміз бар. 16%-тан 5 жылға шығарып береміз. Енді басаңыз төлеміне қарап, проценті азая береді жылына қарап. Так, қазіргінде бағасы? Қазіргі Джулионның бірінші позициясы 280 миллион. 280 миллион. Бірақ скидка рассрочка действовать етпейді. Скидкасы автокредитпен наққа. Рассрочка өз алдына өзінің бағасымен шатса, 280 болса, 280-ді бөліп шығарып береміз. Кейінгі машинамыз М6 айтылады. М6-ның 3-ші позициясы. Бұларым 3 позицияға бөлінеді. Бірінші позициясы 250 миллион, механика болады. Екінші позициясы 260 миллион, алдымыздағы 3-ші позиция 280 миллион. Айырылмашылығы 3-ші позицияда алдында туманкасы болады, басында лего, круиз контроль, бесключевой доступ и артында камера мен парктроник датчик. Бұларға да рассрочка бар и шегірмесі бар. Шегірмесі 15 миллион. 15 миллион шегірме. Автокредитке наққа алатын болса. 3 позициясында да, 3 позицияға да. Так, кредитке қандай болады? Неше пайыз төлеу керек? Кредитке, автокредитке алсаңыз 30% бассаңыз. И М6-ларға 25%-тан бастанады. Рассрочка льготный кредит. Бәрі графиклер бәрін шығарып бересіз? Полный графигін шығарып, есаплап, өзіңізге қолайлы бақада есаплап береміз полный бәрін. Так, достар, қысқаша осы болады. Басқа да толық мағлұмат аламан десеңіз, мәнзіліміз Нүкіс қаласы, Беруни көшесі, ориентир Жигулибас, неғымыз Пожарный, Kia автосалон ішінде. Толық мағлұматларды экрандағы нөмірлерді алсаңыз болады. Болады, сау бол. Сау бол.